Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы қазір мына ихсан іліміне ерекше көңіл бөліп жатыр. Себебі ихсан ғылымы тек қана дін ғылымына ғана арналмаған. Ихсан ғылымы жалпы барлық ғылымды қамтитын ғылым десек артық болмас. Ихсан деген сөздің өзі, яғни бастаған ісіңді көркем, кемел түрде орындау деген сөз. Мейлі сіз мүмкін сіз дәрігер боларсыз, сіз мүмкін басқа бір жаңағы саланы маманы боларсыз. Қысқа сіз қай саланы маманы болмаңыз, сіз сол өз салаңызды кемеліне жеткізіп, жаңағыдай шыңына жеткізіп орындауыңыз, мінекей сол істі ихсан кемеліне жетіп орындаған іс деп бағалайды. Ихсан деген сөздің өзін қалайтын болсақ, жалпы Алла тағаланы көріп тұрғандай құлшылық ету. Әрине біз Алла тағаланы көре алмаймыз ғой. Ендеше Алла мені көріп тұр деп орындау деген екен. Демек, бұл ихсан ғылымы тек қана дін ғылымына ғана тән ғылым емес. Бәлкім барлық қызмет иесі өз қызметінде атқарып жатқан кезде, жаңағы қарапайым көше тазалаушылан бастап, мәселен, мынау диқан болсын, мейлі сонау шалғайдағы, жайлаудағы шопан болсын, мейлі ол ұшқыш болсын, мейлі ол жаңағыдай шахтада қызмет ететін болсын, сол өзіне тапсырылған аманат істі кемеліне жеткізіп орындау деген сөз. Қазақ халқы үш ауыз сөзбен бізге дінді түсіндіріп кеткен ғой. Осы үш ауыз сөздің үстіне дінді сыйғызып жіберген. Бұл халқымыздың даналығы, бұл біздің халқымыздың өте көрегенділігі, дінді өте терең түсінгендігі деп бағалауға болады. Яғни, обал болады, ұят болады, жаман болады деген секілді осындай кәдімгі қысқа сөздермен осы ұрпақты сақтап келген. Үш ауыз сөзбен ұрпағын жаңағыдай тентегін тезге салып, осылай ұрпақты тәрбиелеп келген. Ихсан ғылымының екінші баламасы ар ілімі біл. Бұны шәкәрім ар ілімі дейді. Яғни сен ар алдында жауап бер. Жақсы, сот алдында емес, ар алдында мәселен. Ар деген яғни иман.